Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қайнатпалы крем жасайтын боламыз. Бұл кремді көп торттарға, пісіріктерге пайдалануға болады. Әсіресе медовый торттарына, Наполеон торттарына өте жақсы үйлеседі. Құрамына керек заттарды описание бөліміне жазып қойдым. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқаға 150 грамм шекер салатын боламыз, және кукуруз крахмалын қосамыз. Оның орнына ұнды немесе картоп крахмалын алмастыруға болады. Және 50 грамм сұйық май қосамыз. Ал енді барлығын жақсылап араластырып алайық. Түйіршік болып қалмау қажет. Барлығы бір-бірімен жақсы үйлесіп араласуы керек. Миксер, венчик немесе кәдімгі вилкамен де араластыруға болады. Ең бастысы барлығы жақсы араласып, түйіршік болып қалмау қажет. Ал енді достар, сүт қосатын боламыз. Сүтіміз бізде 600 грамм, жарты литрден кішкене көп қоссаңыздар болды. Бізде сүттің піскені, піспегені маңызды емес. Ең бастысы ыстық болмау қажет. Ал енді достар, венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір-бірімен жақсылап үйлесуі қажет. Сүтпен біздің массамыз үйлесуі қажет. Достар, мен кішкентай қасықтың ұшындай ванилин салдым. Ванилин, білесіздер, дәмін өте әдемі қылады есінде. Әркім өз қалауынша, егер сізде ванилин болмаған жағдайда қоспасаңыздар болады. Ол маңызды емес. Ал енді достар, дайын болған массамызды осындай мен викалинаның ыдысына салдым. Кез келген ыдысқа салуға болады. Осылай салып, жай отта үздіксіз араластыратын боламыз. Неге достар, мен төмен отта, яғни баяу отта осылай венчиктің көмегімен үздіксіз араластырып отырмын. Ал егер достар астын қатты қоятын болсаңыздар, бірден асты жағы пісіп, күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан төмен отта осылай үздіксіз араластыратын боламыз. Неге достар, бізде осылай 3-4 минуттың ішінде осылай массамыз қоюлана бастайды. Сол кезде тоқтамай араластырып тұрамыз. Достар, біздің креміміздің дайын болғанын тоқтаған кезде қарасаңыздар, шариктер пайда болып, атыла бастайды. Неге қоюлығы мен көрсеткенде болу қажет. Не достар, осындай кезде бізде астын өшіріп, дайын болды деген сөз. Ал енді достар, мен оны бөлек бір ыдысқа салып алдым. Себебі ол жерде тұра беретін болса, ол ыстықтығын жоймай көп ұстауы мүмкін. Ал егер кремге бірден қолдануларыңыз қажет болса, сондай бөлек ыдысқа салып қойсаңыздар, тез суиды. Достар, мен осылай бетіне пищевая пленка немесе салафан, пакет жауып қойсаңыздар болады. Егер бұны жаппайтын болсаңыздар, беті қақайып қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде бетіне жабыңыздар. Егер жаппаған жағдайда кремдеріңіздің арасында қатты кремдер жүруі мүмкін. Достар, неге біздің креміміз дайын болды? Бұл кремді көп торттарға пайдалануға болады. Және бұл крем өте дәмді, өте жақсы үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Байқасаңыздар, құрамына өте қолжетімді ғана заттар және аз зат қана кетеді екен. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Балнұр, қош сау болыңыздар. Менің достар, YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, алда Наполеон тортының рецептін шығармақшы. Өте оңай жолмен жасалынатын түрін көрсетемін. Оны көру үшін менің каналыма тіркеліңіздер.